Alhamdulillah, шарадан келдік, сабаққа кіріп кеттік. Енді қараңыз. Да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қараңыз, Фалақ сүресі. Жалпы Фалақ емес, толық Құран. Четко неге бізде ғуннаға кетеді? Неге ғуннаға кетеді? Себебі біз фатқа, әріп ешшемпес, біз фатқа касра дамыны ғуннаға саламыз. Мысалы, көбінесе неге? Ауыз қуысты ұшсамайды, жауфы дұрыс жұмыс ұшсамайды. Немесе жаңа сіз ғосиқин. Вообще, онда сіз ауызды сезбей жатсыз деген сөз. Қараңыз, айтып көрші. Ғосиқин. Вот теперь прям жұмыс жасап тұр, да? Ауыз қуыстар. Ғосиқин. Енді қараңыз. Қул аъузу би раббил фалақ. Нет. Қайқа кетті? Қул аъузу. Четко болу керек. Фатка касра дамма. Фатка касра дамма. Четко. И-у-а. Аъузу. Қул аъузу би раббил. Би раббил фалақ. Нет, өлшемі бірдей. Фалақ. Мен шәрри. Нет. Шәрри. Шәнді ғой. Шәрри. Ма. Холақ. Нет. Холақ. Ва мен шәрри. Ғосиқин. Нельзя. Ғосиқин. Четко. Қин. Изғар. Ғосиқин. Иза. Хамза. Иза. Вақоб. Қате. Вақоб. Ерін қайтып күлу керек. Вақоб. Ва мен не істейміз? Тілді қайқа апарамыз? Тілдің ортасын, таңдайдың ортасын жақындатамыз. Себебі шин махражына жасырамыз ғой. Ва мен егер істей алмасаңыз, мына нәрсе қолдансаңыз, вот просто лайфхак от себя, да? Бүйтесіз. Шәді лайсыз, и примерно близко тілді қайқа апарыңыз. Сосын бүйтесіз. Ва мен шәррин. Толық кіреміз ғұлнаға. Шәррин нафасади. Қате? Шәррин